ертіс пен еділдің, арқа мен алатаудың арасы, қазақтың алтын бесік ата жұрты. Әгәрәкей, кімдегім осынау қасиетті жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызды біліп қойған абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған, қай көршімізге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашық туыспыз, қас қылғанда қиып түсер қылышпыз. Москва. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Бір 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? ел тосқан түрде келетін мүлде жайдарлы сол жылы бірақ әдеттен жырақ көрінді шылық айбарлы тоңдырды мені тоңдырды сені желтоқсан желі ызғарлы
солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды ізсіз қалды. Махаббат қайрат екеулеп шымаралатқан денені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі.